осыдан кейін баға шығаратын боламыз. Ең бірінші сұрақ. Игерулердің түрлері. Игерулердің түрлері жазық дөңгелек, трехкратный, квадратный, одан полквадратный. Белгілердің түрлері. Жазық. Қандай? Белгілердің түрлері ол баршылықта және кеңістікте. Слесарь дегеніміз кім? Анық. Слесарь дегеніміз ол металл интенсивті адам. Жалпы айтқанда ол әртүрлі жұмыстар орындайды. Уламер және шеттеу бар, және кернер және штангель циркуль сияқтылар жатады. Штангель циркуль ол желеудің тереңдігімен және оның қалыңдығын өлшеуге арналады. Ал уламер белгілеудің 90 градус шығару үшін керек болады. Ал кернер егер бізде металл қалың болған жағдайда оған нүкте салу үшін керек болады. Реза салу дегеніміз резаңыз шпилькаға, резасы қалған болттарға салған. Оны пластикамен саламыз. Игерулердің жалпы алдын алу қауіпсіздік ережесін сақтағанымыз дұрыс. Түсінікті қалады қолымызда жоқ, қолымызда пешақпай. Және де мысалға игерулердің алдына келген кезімізде оның көзәйнек оның темірдің деталдың бөлігінен ұшынардан сақтайды. Сол аяқ алда, оң аяқ артта болады. Оң қол артта, сол қол алда болады. Және де темірді игерген кезімізде бір қалыпты, бір бағытта игеруіміз керек. Олардың көместе қазіргі кезде төрт түрге бөлінетін түрлері осы түрлері бөлінеді. Жазық дөңгелек, трехкратный, квадратный, полукруглый. Осы түрлері көп таралған. Неде олар мысалға 100-ден немесе 50 шақты метр түрлері бар. Бұрғылау дегеніміз, яғни ол бұрғылау дегеніміз ол цилиндрлік, яғни темірді бұрғылап кесу және сол тесікті кеңейту операциясы болып саналады. Бұрғылау процесі ол бұрғылар арқылы іске асады. Яғни бұрғылау кезінде біз мынандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Мысалы біз жаңа айтып жатыр ғой, халат болу керек, очки болу керек, қолғап болу керек деп. Біз бұл бұрғылау процесі кезінде қолғапты пайдаланбауымыз керек. Себебі бұрғылау станогында тұрған кезде біздің қолымызға қолғап кедергі жасап, бұрғылау станогы орап кетуі мүмкін. Сондықтан ол қауіпті болып саналады. Және де бұрғылау станоктарына сүйеніп тұрмау керек. Ешқандай кедергі келтіретін артық заттардан алып тастау керек. Оны бірінші разметка, өздерін кесіп алдыңдар, отметка бердіңдер. Екіншісі, ол бізде кесу өте көп жұмыстарды алды. Үшіншісі, оны игелеу. Төртіншісі, содан кейін оны метасоединение қосу. Қолданыстарды бұны разметка жасау арқылы өлшеп, мысалы, мына өлшегенде 20 сантиметр. Общий бәрібірде 20 сантиметрге өтеді. Ал екі ортасында 10 сантиметр. Оны қойған кезде бәрібір бірдей 10 сантиметр болады. Бұл жағдайларда көбінесе егер угольникті кесетін кезде разметка беру үшін қолымызда кәдімгі ручка болмаса карандаш болу керек. Егер
екеуін өлшейтін кезде бірінші разметті береміз, сызамыз, одан кейін оны кесуге жібереміз. Енді екінші процесс бізде кесу. Кесу жұмыстарымен бізде Ерасыл айналысқан болатын. Ерасыл келіп түсіндірсін. жаңағы жасырын айтып кеткендей, разметка болғаннан кейін кесу жұмысы басталады. Ол кесу жұмысында мындай темір кесетін арамен кестік. Яғни осындай арамен, например, разметке қай жерге қойып кетеді, менің жұмысым сол жақта ровно әдемі кесіп беру болды. Ол кесер алдында біз обязательно ағайдан рұқсат сұрап, қауіпсіздік ережесін сақтап, соны істеу. Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Енді келесі процесс бізде егелеу болды. Айтып кетсем болады, егелеу. Біз бірінші кесуден кейін егелдік өйткені мына шеттерінде қолға кіріп кетпес үшін егелеген болатынбыз. Оны мына ең үлкені мынамен егелеген болатынбыз. Бұған прессаға металды қатты қысып, сол аяқты алдыға қарай қойып, сол қолды алдыға қойып егелеген болатынбыз. Себебі мына шеттерінде шүкірі болып қолға кіріп кетпес үшін. Металдардың барлығы дайын болғаннан кейін өздерің білесіздер, бүкіл детальдар дайын болды, бізде тек қана құралғаны қалды. Құралғаннан кейін біз оны барлығын қостық. Қосқан кезде бізде қосу несі бойынша әдісі бойынша біз сварканы қолдандық. Сварканы қолдандық, сваркамен барлығын істегеннен және видеода көрген боласыңыз. Сол сварканы болғаннан кейін біз оны сәулеттендірдік. Оның түрін келтірдік, бояуын келтірдік, краскасын келтірдік деген сияқты. Содан кейін міне осындай қорытынды шықты. Енді қараңыздар, анықтайлар. Енді сіздерге қазір ол до конца аяқталған жоқ. Неге себебі до конца аяқталғаныз? Мысалы істеп қазір қалып қоймау керек. Ол іліну керек, ол сымдары қалғаны ғой, ол қалғаны ғой деген сияқты. Енді бізде қазір бұл жерде ілу үшін бізге бұл жерге артына темір қойып, формасын келтіріп, бұрғылап, сол процестен өткізіп темір қойып, содан кейін барлығын іліп көрсетеміз. Қараңыз, детальдан өздеріңізге жазалыңыздар. Uzunluğu 7, eni 5. Üçe sözü. Негізінде солярлы жұмыстар, ол соляр дегеніміз жалпы деңгейде ағаш ұстасы, ағашпен жұмыс жасайтын адам. Көшеге шығу үшін бізге оны бірінші өлшеу керек, белгілеу керек және таңбалау керек. Дұрыс па? Сол үшін біз линейканы қолданамыз, және де қарадаш қолданамыз. Thank you.